Ал 21 ғасырда отырып қалай жаулаушылық туралы сен қанша жерден бабаң болса да дұрыс емес қой. Біздің руханият осында екіге бөлінеді. Бірінші жаңа Қабанбай деген Дарабоз деген роман, екінші Жошы хан деген Науқаншылдық роман. Енді бұны келіп алады да, ал енді сен Жошы ханды түрік тіліне аударып, түріктің, мен саған кімді айтпай ақ қояйын, Англияны, Британияны, Американы айтпай ақ қояйын, Европаны түрік тіліне аударып Түркияға беріп көрші. Әзірбайжан тіліне Әзірбайжан, өзбек тіліне өзбек. Жошы хан бәріміздің бабаларымыз ғой, аталарымыз, оқыңдаршы, ешкім оқымайды. Ол романды әйелі мен баласынан басқа ешкім оқымайды. Осы шындыққа тура қарайтын жазушылардың тезі келді ғой, неге тура қарай алмайды? Біріншіден бұл мүмкін ақша тапқысы келетін шығар. Жақсы, ол онда тұрған ештеңе жоқ, дұрыс. Бірақ руханият деген нәрсе бар, өнер деген нәрсе бар. Біз руханиятты алып келіп аламыз да, ойбай, ол руханият деген Кафкада, ол Альбер Камюда, руханият бәрімізде бар ғой, күнделікті қолданатын нәрсеңіз ғой. Мәдениетіңіз, ұстанатын принциптеріңіздің бәрі руханият қой. Ал оны келеді енді біз тек қазақ оқырмандарына ғана арнап жазып отқан сияқты, бір Солтүстік Корея сияқтымыз ғой.